Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бұл қарапайым математика және сіздермен бірге Мейірбек Жоламан. Бүгін біз номер 56 сабағымызды бастаймыз. Жиындарды құру және жіктеу. Тиісті және тиісті емес таңбалары. Сен жиындарды құруды және жіктеуді жалғастырасың. Тиісті және тиісті емес таңбаларын қолдануды үйренесің. Бірінші есеп. Бұл нысандар қандай жиынның элементтері? Шырша, қайын, қарағай, терек. Олар ағаштар жиыны. Келесі. Ата, әже, әке, ана, қызы, ұлы. Бұл отбасы жиыны. Сызғыш, қалам, қарындаш. Бұл оқу құралдары жиыны. Екінші есеп. Математика сөзіндегі әртүрлі әріптер жиыны. Ал М әрпі А жиынына тиісті. Жазылуы М тиісті А-ға. Б әрпі А жиынына тиісті емес. Мысалы, математика сөзінде Б әрпі жоқ. Сондықтан Б әрпі ол А жиынына тиісті емес деп жазамыз. А жиынына тиісті тағы 3 әрпі жаз, А жиынына тиісті емес 3 әрпі жаз дейді. Мысалы, М әрпі А жиынына тиісті, Б әрпі тиісті емес. Так, Т әрпі тиісті, И әрпі тиісті, К әрпі тиісті. Ал Л әрпі тиісті емес, Қ әрпі тиісті емес, З әрпі А жиынына тиісті емес. Содан кейін мына математика сөзінде қандай әріптер бар, солар тиісті болады да, ал жоқ әріптер олар тиісті емес болады. Жиынды латынның бас әрпімен, ал оның элементтерін кіші әріптермен белгілейді. Тиісті элементтің жиынға тиісті екенін, ал тиісті емес элементтің жиынға тиісті емес екенін білдіреді. Үшінші есеп. Берілген сандар қандай жиынның элементтері болып табылады? 2, 5, 7, 4, 9 ол бір танымалы натурал сандар жиыны. Төртінші есеп. Суреттегі жиындарға қара. К жиынында А, Б, С элементтері бар, Ф жиынында Д, К, М элементтері бар, С жиынында Л, Н, С элементтері бар. Жиынды тұйықталған сызық түрінде, диаграмма түрінде кескіндеп көрсетуге болады. Зерттеу. Суреттегі жиындарға қара. А және Б жиындарын ата. А жиыны ол гүлдер, Б жиыны ол құстар. Осы екі жиын элементтерінің санын салыстыр дейді. А жиынында 12 элемент бар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ал Б жиынында 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 элемент бар. А жиынында 12 элемент, Б жиынында 9 элемент бар. Алтыншы есепті шығар. Мұражайдың бірінші залында табиғат туралы 29 картина бар, ал екінші залындағы картиналардың одан 15 артық. Мұражайда табиғат туралы барлығы неше картина бар? Бірінші залда 29 картина, екінші залда қанша екені белгісіз, бірақ 15 артық дейді. Барлығын табу керек. 29-ға 15 қосқанда 44 болады, 29-ға 44 қосқанда 73 шығады. Жауабы: мұражайда табиғат туралы барлығы 73 картина бар. Жетінші есеп. 15-ке арттыр дейді. 17-ні 15-ке арттырамыз, 32 шығады. 36-ны 15-ке арттырамыз, 51 болады. 85-ке 15 қосқанда 100 болады. 69-ға 15 қосамыз, 84 шығады. Келесі. 15-ке кемет дейді. 23-ті 15-ке кеметеміз, 8 болады. 61-ді 15-ке кеметеміз, 46 шығады. 83-ті 15-ке кеметеміз, 68 шығады. 92-ні 15-ке кеметкенде 77 болады. 8-ші есеп. Жиындар құр. Әр жиынға 4 элементтен жаз. А сынып бөлмесіндегі нысандар жиыны. А жиынында парта, тақта, бор, отырғыш бар. Ал Б жиынында ағаш, топырақ, құстар, жәндіктер бар. 9-ші есеп. Тиісті амалдар таңбасымен сандарды қой. Мысалы, бізде 8 шығу керек дейді. 13-ке 5-ті қосамыз, одан 10 азайтамыз. 13-ке 5 қосқанда 18, 18-ден 10 алғанда 8 шығады. Келесі бізде 20 шығу керек. Ол үшін 16-тан 7 алғанда 9, 11-ге 9 қосқанда 20 шығады. Осымен, құрметті оқушылар, біздер бүгінгі сабағымызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Мейірбек Жоламан. Келесі сабақта кездескенше.